Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай тауық сорпасының, яғни қайнатпа сорпаның жасалу жолын көрсететін боламын. Менің осы әдіс тәсілімен жасап көріңіздер, өте дәмді, әдемі болып шығады. Және де тез әрі оңай болып шығады. Және де міне осылай мұздатқыштан шыққан тауық етін сәл ерігеннен кейін осылай әдемілеп кубиктап бөліп алатын боламыз. Бір құс етін қолдандым, сан етін. Және де терісін алып тастайтын боламыз. Терісін алып тастаған дұрыс тауық етінің. Қанша мөлшерде керек, қандай заттар керек, астына описаниеге жазып қоятын боламын. Мен 4 адамға арнап жасадым. Осылай бір тауықтың сан етін және 2 литр суға, 2 литр 2,5 литр суға осылай салып, жуып тазалап алып салып, қатты отқа қойып қоямыз. Қайнағаннан кейін астын басатын боламыз. Және де міне бізге керекті заттар: картошка, осылай перец қостым, чеснок қостым, мен тәтті перец қостым, сәбіз, пияз қостым. Осыларды жақсылап, осылай кубиктап, әдемілеп турап алатын боламыз. Міне видеоды көріп тұрғандарыңызда үйде бар заттарды қостым мен. Егер үйде чеснок, тәтті перец болмаса, сәбіз, пияз, картошкамен де жасай берсеңіздер болады. Және де міне суымыз қайнады, сорпамыз қайнады. Енді осылай әдемілеп көбігін алып аламыз. Міне видеоды көріп тұрғандарыңыздай жақсылап көбігін алып алыңыздар. Және де айта кетейін, менің каналымда басқа да тағам түрлері бар. Қолжетімді заттардан жасалатын, үйде жасалатын әдемі тағам түрлері бар. Және де компот, басқа да плейлистті көрсеңіздер, сол жерде өзіңізге керекті, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Кереметтей видео рецептілер бар, салаттардың түрлері бар. Ал енді міне көбігін алып болған соң, жаңағы турап қойған көкөністерімізді салатын боламыз. Осылай картошкамызды барлығын саламыз. Бірден барлығын осылай саласыздар. Және бір араластырып, осылай барлығын салып, қақпағын жауып, бір қайнағаннан кейін астын басып, жарты сағат көлемінде қайнатып алатын боламыз. Және қайнағаннан кейін астын басқаннан кейін осылай бір қасықпен бір ас қасық тұз қостым. Жақсылап енді жай отта 30 минут көлемінде қайнатып болдық. Міне картошкасы, еті бәрі пісті. Енді осылай кішкене ғана аз мөлшерде спагеттиді, осылай майда лапшаны салатын боламыз. Тағы да бір 5 минут қайнатып аламыз. Сонымен лапшамыз піседі, дайын болады. Баршаңызға ас болсын. Видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар, достар. Лайк басып қойыңыздар.